Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, тез жасалатын осындай казан кебаб жасайтын боламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Ең алдымен 1 кг картоптарымызды жақсылап аршып, жуып, тазалап алдым. Енді табамызға аз ғана майымызды құйып, сырты сарғыш болғанша қуырып аламыз. Кішкене ғана қара бұрыш және де 1 ас қасықтай паприка қосамыз, бізге сыртына қызыл рең беру үшін. Картоптарымыздың сырты осындай қоңырқай түске, сарғыш түске енгенше жақсылап қуырамыз және де табағымызға бөлек салып аламыз. Осы майымызға турап алған, дайындап алған қабырғаларымызды және де еттерімізді салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз және де 2 ас қасық соя тұздығын құйдым. Соя тұздығын құйғаннан кейін 10 минуттай етімізді бұқтырып қоямыз. Соя тұздығы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоспасаңыздар да болады. 10-15 минут еттеріміз бұқтырылғаннан кейін алдын ала қуырып дайындап алған картоптарымызды бетіне салып шығамыз. Картоптарымыздың барлығын орналастырып алғаннан кейін 200 мг мөлшерінде суымызды құямыз. Суды егерде өлшеп қойсаңыздар, картоптарыңыз езіліп кетпейді және де формасын жақсы сақтайды. Қақпағын жауып 25 минутқа бұқтыруға қалдырамыз. Тез дайын болатын және де өте дәмді тағам, жасап көріңіздер. Піскеннен кейін табақтарымызға бірінші картоптарымызды орналастырып аламыз және де үстіне еттерімізді салып шығамыз. Қалауларыңызға қарай пиязбен, көк шөптермен, укроппен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналға жазылып кетіңіздер. Ас болсын!